Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғат және адам, лепті сөйлем. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды үйренесіңдер. Өткен сабақта лепті сөйлем туралы білдіңдер. Олай болса, мен сендермен мен бастайын, сен жалғастыр ойынын ойнайық. Сөйлем аяқталған. Ойды білдіреді. Сөйлем сөзден құралады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Хабарлы сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Сұраулы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылады. Лепті сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады. Жарайсыңдар балалар, семантикалық картамен жұмыс жасайық. Сөйлемдерді түрлеріне қарай ажыратып белгілеңдер. Әпкем дүкенге барды. Сен нешінші сыныпта оқисың? Алақай, атам келді. Әпкем дүкенге барды. Хабарлы сөйлем. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сұраулы сөйлем. Алақай, атам келді. Лепті сөйлем. Сендер де дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Ал енді тапсырма. Сөйлемдерді көркемдеп жаз. Өзіңді қоршаған ортаны ластама. Суға түкірме. Ағаштың бұтақтарын сындырма. Гүлді жұлма. Көркем жазу минуты. Мына сұраққа жауап беріп көріңдер. Жазған сөйлемдерің қандай сөйлем екен? Лепті сөйлемдер. Осы тапсырманы орындау барысында мынандай қадамдардан өттіңдер. Тапсырма. Сурет бойынша мәтін құр. Құрған мәтінінде лепті сөйлемдер болатын болсын. Жылдың қай мезгілі екен? Баланың көңіл күйі қандай екен? Кәнекей балалар, құрған мәтінімізді оқып көрейік. Алақай, қыс келді. Түнімен қар жауды. Шанамды аламын да, құт жолды ертіп, тауға сырғанауға барамын. Таудан сырғанап келемін. Ұшып келемін. Қандай тамаша. Осы тапсырманы орындау барысында мынандай қадамдардан өттіңдер. Тапсырма. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді өзің қайта құрастырып жаз. Дұрыс құрастырылған мәтінді оқып көрейік. Су өмір нәрі. Сусыз тіршілік жоқ. Өйткені адам, өсімдік, жануарлар барлығы сусыз тіршілік ете алмайды. Ендігі балалар осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл мәтіннің қай түрі? Ойланып көрейік балалар. Пайымдау. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Жарайсыңдар.
Сусыз тіршілік жоқ. Мәтінге сәйкес ат қой. Су өмір нәрі. Осы тапсырманы орындау барысында мынандай қадамдардан өттіңдер. Ал балалар, Мұзафар Әлімбайдың «Не жомарт, кім жомарт» өлеңін қарастырамыз. Осы өлеңде көп нүктердің орнына сұрақ белгі, не леп белгісін қойып, интонацияға салып оқыңдар. Не жомарт, кім жомарт? Не жомарт? Жер жомарт. Адам затты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт. Жерге нұрын шашыраған. Кім жомарт? Ұстаз жомарт. Бар балаға тәлім берген. Кім жомарт? Батыр жомарт. Халық үшін жанын берген. Сендер де сұрақ белгісін және тыныс белгісін дұрыс қойдыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Өзіндік жұмыс. Жомарт сөзін қалай түсінесіңдер? Жомарттыққа тағы кімдерді жатқызуға болады? Өз ойларымен, достарымен, сыныптастарымен және мұғалімдерімен бөлісуге ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақта мәтін тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды үйрендіңдер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.